Сіздер Кемпи атты баланың каналын ұстам. Кемпи бұл жерде видеосын қатты тырысады, және де ол қызықты видеолар түсіріп тұрады. Пупы монтаж және де тағы да басқа контенттер шығарады. Достар, соңғы видеосына Берлиннен келдім деп комментіне жазып кетейік. Ал біз видеомызға қарай кетейік. Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге мен Берлин. Қалайсыңдар достар? Мен деген бүгінгі видеода естішті дамитын балдар жайлы айтатын боламын. Егер де видео ұнаса, арнаға тіркеліп кетейік. Ал біз видеомызға қарай кеттік. Ал достар, міне біздің алғашқы каткамыз басталды. Яғни реверс картасындағы классик режимінде ойнайтын боламыз. Яғни МКП-ні дамып жатқан балдардың бірі, яғни ол Шарфи. Шарфи қалай дамып десеңіздер, яғни ол қарапайым Bedwars және де Пупы монтаждан және де ауылда өмір сияқты сериалдар түсіру арқылы дамыды десек те болады. Ал қазақтар шер, неше түрі Пупы контенттер түсіру арқылы дамыды. Қазақтар шер Пупы, Bedwars, клип және Skywars сияқты неше түрі кереметті монтаждар түсірген болатын. Ал енді бізде Жаке ол бізде жұмыс істеген деп Пупы түсіреді. Достар, ол алдында Ильярд деген каналға оны сатып жіберіп, кино жаңа оформление алып, жаңадан дами бастады. Достар, және де өзіміздің Кемпи жайлы айтып кетсек, Кемпи қалай дами бастады десеңіздер, Пупы монтаж не істеген болатын, Пупы монтаждар түсірген болатын. Және де сонымен қатар Вандетта клан атты Вандетта туралы түсіру арқылы дамыды десек те болады. Достар, және де енді бізде тағы Квези. Достар, Квези ол бізде басқа да МКП-шілерге не беретін, мотивация беріп, МКП-де қалай даму керектігі жайлы және де қалай дамиды, қалай не істеу керектігі жайлы көрсететін және де серверге обзор түсіру арқылы дамыған болатын. Ал келесіде ол бізде Еркош KZ. Еркош KZ ол бізде Майнкрафтта выживать еткен және де серверлерде не істеу арқылы, обзор түсіру арқылы дамыды десек те болады. Ал енді келесі бізде МКП-шілер. Келесі ол бізде Winky Show. Ол жаңадан Bedwars клип және де дуэль сияқты видеолар түсірген және де ол алдағы уақыттарда сервер ашу арқылы серверге обзор жасап және де өзінің серверінде ашып жатыр. Скоро соған обзор түсіру мүмкін. Ал келесі МКП-шілер ол бізде Файзи. Файзи ол өзінің каналына кереметтей контенттер салады. Билд батл және де неше түрі Пупы контенттер және де нер көрсететін болады. Және де неше түрі сериалдар түсірген болатын. Сонымен қатар ол бізде Макончик. Макончик ол ауылда өмір түсіреді және де сонымен қоса ол не істейді, дизайнер болды десек те болады. Дизайнерлікпен айналысқан және тағы да басқа да контенттер түсірген. Достар, Шрек KZ оның алдыңғы каналы не болған десек те болады. Алдыңғы каналы Симон және де Симон атты бала. Симон деген нелер түсіреді, сериалдар түсіру арқылы дамыды. Достар, міне біздің осылайша кереметтей видеомыз аяқталып жатыр. Келесі видеода не туралы түсіріп кетейін, соны комментке жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге оған мен Берлин. Анықтап жүзгенше қош сау болыңдар.